Құрметті көрермендер, назарларыңызға апта жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Бүгінгі жаңалықтар топтамасынан көретіндеріңіз: ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық, жетістіктер айдары, сыр сұхбат айдары. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрінің 2020 жылы 13 тамыздағы нөмірі 345 бұйрығына өзгерістер енгізуіне байланысты 2020 жылдың желтоқсан айының 28 жұлдызында нөмірі 548 шығыс хаты негізінде мектептерде 3 тоқсаннан бастап 9 және 11 сынып оқушылары мектепке келіп оқытылуда. Оқу сабақтарының 70% мектепте, ал 30% онлайн түрінде өткізілуде. 9 сынып кезекші сынып болып есептелінсе, ал 11 сынып дәстүрлі әдіспен оқытылатынын хабарлаймын. 2021 жылдың 15 қаңтар күні аудандық білім бөлімі тарапынан ұйымдастырылған мектеп бітіруші түлектердің ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жоспары аясында Жібек жолы мектеп-лицейінде мектеп бітірушілерден сынама тест алынды, ал мектеп әкімшілігі тарапынан сынама тест 16 қаңтар күні алынды. Тест кітапшалары республикалық 5+ орталығынан тапсырыс арқылы алынды. Жамбыл облысы білім бөлімінің басқармасының ұйымдастыруымен рухани жаңғыру, қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында өткізілген оқу тап атты облыстық онлайн байқауына мектебіміздің 10 сынып оқушысы Бөрібай Әсем қатысып, жүлделі 3 орынды иеленді. 5-6 сынып оқушылары арасында өткізілген облыстық олимпиадаға оқушыларымыз қатысып, Жанкеев Абай 1 дәрежелі дипломды иеленсе, Блинков Никита 3 дәрежелі дипломмен марапатталды. Шу ауданы әкімдігінің білім бөлімінің ұйымдастыруымен өткізілген Қазақстан халқы тілдер күні мерекесіне орай тіл достықтың алтын көпірі тақырыбында өткізілген мәнерлеп оқу байқауында оқушыларымыз қатысып, әртүрлі жүлделі орындарға ие болды. Олар 9 сынып оқушылары Коцур Екатерина 1 дәрежелі диплом, Репина Александра 2 дәрежелі диплом, ал 7 сынып оқушысы Заид Назерке Ахмет Байтұрсынұлы және мәңгілік ел мұраты тақырыбында шығарма жазу байқауында 3 дәрежелі дипломмен марапатталды. Шу ауданы әкімдігінің білім бөлімінің ұйымдастыруымен өткізілген 5 және 11 сынып оқушылары аралығында ұйымдастырылған Батыр Бауыржан рух пен намыс төресі атты сырттай байқаудың Алаштың айбыны Бауыржан Момышұлы номинациясы бойынша Тимур қызы Айтина қатысып, 3 дәрежелі дипломмен марапатталды. Осы аталған байқаудың халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы және қазіргі заман номинациясы бойынша Қазбек Абдолла қатысып, 2 дәрежелі дипломмен марапатталды. Ағылшын тілі пәнінен халықаралық Бридж Бульдог конкурсына мектебіміздің оқушылары қатысып, мынадай нәтижелерге қол жеткізді. Олар Камила Қархабат 1 орын, Өміртай Алуа 1 орын, Нұрхан Тиюхан 2 орын, Әлдайыр Садықбай 2 орын, жетекші пән мұғалімі Сейділдаева Құралай Сарқытовна. Құттықтаймыз. Шұғыла Махулбек 1 орын, Әли Бейсенбай 1 орын, Алихан Ербол 3 орын, Ағырке Мұстафа 1 орын, Ғайни Жүргенбай 1 орын, жетекші пән мұғалімі Мамырбаева Айнұр Атабековна. Құттықтаймыз. Сонымен қатар Айғаным Қуаныш 2 орын, Абдулла Балтабай 1 орын, Никита Блинков 2 орын, Нұрдана Қалмырза 3 орын, Олдана Қалмырза 2 орын, жетекші пән мұғалімі Сүйірбекова Айгерім Ерінбекқызы. Құттықтаймыз. Ұлжан Назарова 1 орын, Самал Жанарқұл 1 орын, Анелия Нұржанқызы 1 орын, Дильноза Мамедова 3 орын, Анель Байтенова 3 орын, жетекші пән мұғалімі Харькова Светлана Петровна. Құттықтаймыз. Нұрхан Тиюхан 2 орын, Нұрайым Апсеметова 2 орын, Әлдайыр Садықбай 2 орын, жетекші пән мұғалімі Әлдіманапова Назгүл Сұлтановна. Құттықтаймыз. Шу ауданы әкімдігінің білім бөлімінің ұйымдастыруымен өткізілген ұстаз ұлағаты байқауында мектебіміздің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Адамбекова Лейла Тоқмұхамбетова қатысып, жүлделі 1 орынды дипломмен марапатталды. Құттықтаймыз. Дарын онлайн білім беру платформасы мен Қазтест олимпиада сайты бірлесіп ұйымдастырған республикалық пәндік олимпиадаға қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жиренбаева Камшат Диханбековна қатысып, 2 дәрежелі дипломмен марапатталды. Құттықтаймыз. Мектебіміздің оқушылары мен ұстаздарын жеткен жетістіктерімен шын жүректен құттықтаймыз.
Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің қонағымыз 9-шы А сынып оқушысы Манатбек Арсен. Бүгін біз Арсеннен елбасы медалі жобасы туралы бірнеше сұрақтарға жауап алатын боламыз. Арсен, бізге қатысқан жобаң туралы бірнеше мәлімет айтып кетсең. Елбасы медалі жобасы жастарды кешенді бағыттауда ұлттық деңгейдегі жалғыз бағдарлама болып саналады. Елбасы медалі жобасы 7 бағыттан, 7 негізгі бағыттан құралған. Спорт, дарын мен дағды, кітап оқу, ұлттық мұра, волонтерлік іс, экспедициялар мен жорықтар және еңбек тәжірибесі. Егер де мен осы жобаға қатысқым келетін болса, қалай қатысқан жөн? Елбасы медалі жобасына қатысу үшін mifn.kz сайтына тіркелу керек және өткіңіз келген деңгейді таңдау керек және сол деңгейдің тапсырмаларын уақытылы өткізу керек және сол деңгейді аяқтағаннан кейін сізге елбасы медалі марапатталады. Жобаға қатысар уақытында қандай деңгейді таңдаған дұрыс? Елбасы медалі жобасы өзі 3 деңгейден тұрады. Ол қола деңгей, күміс деңгей және алтын деңгей. Қола деңгей жас шектеуі 14 жастан басталады. Оның ұзақтығы 6 айға дейін созылады. Ал күміс деңгей ол 15 жастан басталады. Оның ұзақтығы 12 айға дейін созылады. Ал алтын деңгей ол 16 жастан басталып 18 айға дейін созылады. Сен өзің қандай деңгейді таңдаған едің? Мен өзім 14 жастан болғандықтан қола деңгейді таңдадым. Жобаға қатысу уақытында оқушыға қандай тапсырмалар келеді? Маған бұл жобада 5 бағыттан тапсырма келді. Ол дарын мен дағды, спорт және дене шынықтыру, кітап оқу, ұлттық мұра және волонтерлік іс. Өзің қатысу уақытында қандай тапсырмалар саған қиын болды немесе оңай болды ма? Маған бұл берілген 5 бағыттың ішінен тапсырмалар қиындық тудыртқан жоқ, мен үшін оңай болды. Жобаға қатысу барысында оқушы қандай да бір жаңа мәліметтер жинай ма? Бағдарламаға қатысу арқылы жастар өз уақытын үнемдеуге және мақсат қойып оларға жүйелі түрде қол жеткізуге және салауатты өмір салтын ұстануға үйренеді. Арсен, бізге уақытыңды бөліп келгеніне көп рахмет. Сенен мен көптеген мәліметтерді білдім. Сіздерге де көрермендер көп рахмет. Арсен, мен бүгін сізден көптеген мәліметтерді білдім. Сізге көп рахмет. Көрермендер, келесі кездескенше сау болыңыздар.